Сәуле Досжан, о дүниеден оралғанда. Қорқыт бабам шыққан жан қайтып енбейді, өлгендер қайтып келмейді деп кетсе де, мен сол жақтан қайтып келдім. Маңайым көзге көрінбейтін қара түнек. Мысқалдай салмағым жоқ, жеп-жеңілмін. Қол-аяғым қанат секілді, жайылып, басым зымыранның тұмсығындай болып, тік шаншылып, қара түнекті қақ жарып ұшып келемін. Ғарышта жүрмін бе білмеймін, әйтеуір сұмдық жылдамдықпен кетіп бара жатқанымды сеземін. Әлден уақытта көз ұшында төбеннің жасылындай бір сәуле пайда болды. Соған қарай зымырап келе жатырмын. Манадан бері маңайымның қара түнек болғаны, туннельдің ішінде келе жатқан екем ғой деген ой келді. Әйтеуір шексіз бір дәліздің бойымен келе жатқандаймын. Жарыққа жақындаған сайын көлемі де ұлғайып барады. Көп ұзамай бір тылсым дүниеге ене кеттім. Екі аяғым кәдімгідей қатты жерге тиді. Жан-жағыма қараймын, жап-жасыл жазық дала. Өрнектелген жасыл кілем дерсің құдды. Дегенде кіндік қаным тамған шәл-көлде жайлауыма деп қалдым. Бірақ аспанмен таласқан хан тәңірі мен жоңғар алатауының сілемдері қайда кеткен? Алақтап жан-жағыма қараймын дегенше, кенет жібектей ескен саумал жел тынысымды ашып, көкірегіме толып, тамыр-тамырымды қуалап ала жөнелді. Қандай ғажап саф ауа, әп-сәтте миымды тазалап, жан дүниемді жадыратып жібермесі бар ма? Қалжырап қалған денемді күннің мейірімді шуағы мол нұрына ол шомылдырып жатыр. Қайда келгенімді білмей, дал болып, осы мен қайда жүрмін? Деп ойлап үлгергенімше болған жоқ, ғайыптан үкідей үлбіреген қос ару пайда бола кетті. Екеуін егізбе дерсің, бір-бірінен аусайшы. Жұмыртқадай әппақ уыз жүзді, қоңырқай қой көздерінен шексіз мейірім төгіледі. Аш беліне төгілген жібектей шаштарына шіркін. Етек жеңі мол ақ жібек көйлектері мен мақпалдай қара шаштары самал желмен желбірей ойнап көзіңді арбайды. Әппақ қасықтай жалаң аяқтарының ақтығына таңырқап қараймын дегенше, талшыбықтай бұралып майысып қана. Аға, біздің әлемге қош келдіңіз, деп адамша тіл қатты. О тоба, неткен жұмсақ та әуезді үн еді, құлағыма жағып, жанымды елжіретіп жібергені. Қош көрдік қарындастарым, мен қайда жүрмін, деп сұрадым. Сіз мәңгілік дүниесіне бет алдыңыз, тәніңізден бөлінген жаныңыз әруақтар әлеміне келді, деді біреуі. Осы сәт әлгінің мейірім төге қараған жанарының шуағына баттым да кеттім. Бала кезімде анам осылай жақсы көріп қараушы еді. Сәтінше есімді жинап, тәніңізден бөлінген жаныңыз деме, деп шошып кеткем. Ойбай, 4-ші мүшелге енді ғана енгенде, ештеңеңнің қызығын көрмей, ең болмаса артыма ұрпақ та қалдырмай махрұм кеткенім бе? Қан қысымым көтеріле беруші еді, содан соңғы жолы құлағанымнан тұрмағанмын ғой онда. Сорланам зарлап қалды-ау, әйелім не болып жатыр екен, деп ойлап үлгергенімше, екі қыз мені екі жағымнан демеп, қайтадан қалықтай жөнелдік. Бір талай уақыт ұшып отырып, бір жерге қонғанымызда жапырлап жүрген адам қарасы көзге шалынды. Бәрі де әппақ киінген. Кебін деген осы болар, деп ойладым. Еркек әйелін ажырата алар емеспін. Бәрінің басы тап-тақыр, шаштарын жалтыратып алғызған. Орталарына араласа бердім. Үрме, періште ме, әлгі екі қыз көзден ғайып болған. Әкем, 7 қат жерден кейін 7 қат көк болады деп отырушы еді. Мен сол 7 қат көкте жүрген шығармын, деп долбарлап, жан-жағыма алақтап қарап келе жатсам, алдымнан мектепте бірге оқыған сыныптасым дәмес шыға келмесі бар ма? Бұл өліп қалғалы қашан? 30 жылдан асып кеткен шығар. Таң қалғаннан көзім бақырайып, состиып тұрып қалыппын. Өзі сол баяғы өрімдей қыз қалпы, шашына ақ бантик байлаған, үстінде мектеп формасы, бойы ортадан төмен, екі көзі тұздай, екі беті анардай, денесі тығыншықтай, күлегеш сары қыз болатын. Саусағыңды көрсетсең күлетін, денесі тырсылдап.
түртіп қалсаң жарылғалы тұратын, сары қыз піскен дарбыз деп мазақтайтынбыз. Әкелеріміз аталас болған соң мені бауыр тұтатын. Сәрсен! Деп мені көргеннен қуанып айқайлап келіп бас салды. Дәмеш-ау! Деп мен де жылы шырай таныта қалдым. Арғы жағымнан оның баяғыда қайтыс болып кеткенін ойлап қорқып та тұрмын. Сонда да ілтипат білдіріп, қалайсың? Деп қоямын. Менен несін сұрайсың? Біліп тұрып, өзің қалайсың? Ана дүниедегілерден қандай хабар әкелдің? Дейді кәдімгідей мені әңгімеге тартып. О дүниедегілер бізді ана дүниедегілер дейтін сияқты. Баяғыдай басын бұлғаңдатып, жанары жайнаңдап, оң аяғымен жер тепкілеп тұр. Баяғыда осы Дәмешті зорлап кетіпті деп естігенде апам өзінің жеңілтектігінен тапты. Несі бар еді солармен байланысып дегені есіме түсті. Не хабар бар дейсің? Әркім өз нәпақасын тауып жеп жүр де, деймін. Жалпы мен сөзге жоқ адаммын. Оның үстіне өзім шошып тұрғанда жер үстінің әңгімесін қайбір сапыра қояйын. Өзімнің өліп о дүниеде жүргенім мынау. Оған сенбейін десең, осыдан 30 жыл бұрын о дүниеге аттанып кеткен Дәмешпен әңгіме шертіп тұрған соң қалай сенбейсің? Неге менің алдымнан сен шықтың? Өлген адам жәннатқа не тозаққа барады деуші еді ғой, деп өзіне қарсы сұрақ қойдым. Сәрсен, сен менің ажалымнан бұрын қорада арқанға асылып қалғанымды білесің ғой. Өзіне өзі қол жұмсағандар, мына жүргендер сияқты екі дүниенің ортасында қалып қояды екен. Солай сандалып жүрмін, деп мұң шақты. Ана дүниеден келген өзің сияқты таныстарымды осылай қарсы аламын. Оларды мүңкір-мүңкірдің талқысынан алып кеткенше жолығып қаламын. Жаным әлі жай таппай, жан ұшырып жүргенім осы, Сәрсен-ау, деп жерге қарады. Есіме тағы осы Дәмешті жерлеуде ауыл молдасы жаназа шығармаймын деп әлек салғаны түсті. Әке-шешем, сұмдық-ай, молда ата жаназа шығармаймын, ата-баба қорымына қондырмаймын, өзіне өзі қол салған харам деп келген. Дәмештің ата-анасы қызынан айрылғанын естіп, аңырап, жайлаудан түсіп, ауылдағы ағайындары сабырға шақырып, жас бала, әлі ақылы кірмеген ғой, артын ойламай өз-өзіне қол жұмсады. Мүмкін біреу асып кеткен шығар, обалы сол қаншерге деп молда атаны жаназа шығартуға көндірген екен. Кеңес үкіметінің заманы, қожа молдалардан әрең күн көріп жүрген кездері. Коммунистпін дегендер қызыл билеттен айырыламыз деп өлім шығарған жерге бармайтын. Ауданнан милиция шығып, жағдайды тексерген соң, ауылдың фельдшерлары мәйітті қараған екен. Қыздың зорланып, абыройынан айырылғаны нақтыланыпты. Қыз зорлаған күдіктілер ауылға құрылыс жүргізуге келген студент отрядтарының жігіттері екен. Бір-екеуі жауапқа алынып, қаладан олардың жетекшілері келіп, қыз зорлады деген айыптан арашалап, істі жылы жауап тастапты. Ақырында студенттердің ала жазда еткен еңбектері еш болып, бәрі көк тиынсыз кері қайтарылыпты. Күнге күйіп жүріп студенттердің салған үйлері мен қораларын колхоз басқармасы өз есептеріне енгізіп, қаржысын қалтасына басыпты. Ел біраз уақыт осылай шуласқан. Менің ойымды бөлген Дәмеш: бауырым, сендер мен өлгеннен кейін қарындастарыңның намысын жоқтап, сол жігіттерді ең болмаса бір сабап алмадыңдар ма? Деп жоқсысына жәудірей қарады. Жанарымен жерді тесіп: біз жан-жақтан жиналғанша студенттерді қайтарып жіберіпті, еңбектерін төлемей, дедім бар тапқаным. Шынында біздің сыныптың ұлдары қарындасымызды аяп, зорлықшыларды жазаламақ болып жиналып жатқанда, шу шықпасын деп ауылдық кеңес төрағасы студенттерді бір түнде Алматыға қарай көлікке салып жіберіпті. Жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей, 5 жігіт тісімізді қайрап қала бергенбіз. Кейін қолымыздан келген барлық сыныптастар жиналып, Дәмештің жас топырағының үстіне азагүл қойып, қыздар жылап, ұлдардың көңілі босап, ауылдың тау жағындағы зираттан жаяу қайтқанбыз. Өмірдегі болатын неше түрлі сұмдықтың
басып солай ерте көрмеппіз. Біз мектепті бітірген жылы жазда ауылға студенттік отрядтың жігіттері келіп малшыларға қора-қопсы салыпты. Олар тыныш жүрмей кешке қарай ауылдық клубқа келген қыздарды айландырып ермек етеді. Сол жазда серлердің 2-3 топталып біздің Дәмешті зорлап кетіпті. Ол кездесіп қыздары оң жақта еркелеп жүргенде періште қалыптарын сақтайтын, құтты орнына қонатын кезі келгенде қызғалтақтай үлбіреген пәк қалпында шымылдыққа енетін. Болашақ жарына алғашқы түні аманатын тапсыратын. Сондай жауапкершілігі бар қазақ қызы ең алдымен өзінің адалдығын сақтап, ақ босаға аттайтын. Зорланып қалған Дәмеш енді қай бетімен болашақ жарының ақ төсегіне барамын деп қорланып кетсе керек. Өзіне өзі қол салудан тайынбапты. Мал қораның ішінде асылулы тұрған қызды бірінші болып сиырды өріске айдауға шыққан көршінің жас келіні көреді. Келіннің тіл аузы байланып, қора жақты нұсқап жылай бергенінен атасы келіп қараса біреу асылып тұр екен дейді. Қария жан қалтасындағы бәкісін суырып алып, астафыралла, бісміллә деп жіңішке жіпті қиып жібереді. Әке-шешесі жайлауға малдың соңында жүргенде ауылдағы үйде жалғыз қалған қыздың мәйітін ешкім көрмеген. Ауылдық фельдшер келіп асылып тұрғанына 3 күн болған деп нақтылап милиция шақыртады. Ел улап-шулап жүргенде алғаш көрген келін шошынғаннан кешке қарай ішіндегісін тастап қояды. Шошаңдаған албасты, өзі кеткенімен қоймай тұқымымды құртып кетті, деп жас келіннің енесі ауланы басына көтеріп жылап қара жамылып отырған үйге барып шу шығарыпты. Қой айналайын, сенің келіннің құрсағына жомарт Алла тағы берер, мына қыршыннан қиылған қыз енді бір жола жоқ қой, деп абысындары көрші әйелдің әрең сабырға келтіріпті. Дәмештің жалған дүниеден жазықсыз да мезгілсіз өткені ауылымызда біраз әңгіме болып, әже аналар қыздарына қатал қарап, әке атаулы осыдан жаман атың шықса, атып өлтірем деп қыздарына қаһар көрсеткен болатын. Сол Дәмештің жаны жай таппай, екі дүниенің ортасында әлі жүргені мынау. Менің мардымсыз жауабым жақпады ма, әлде бұл жақтың тірлігі сондай ма, кенет Дәмешім менімен қоштаспастан көзден ғайып болды. Қайтадан жалғыздан жалғыз жан-жағыма алақтап қарадым да тұрдым. Өз күйіме енді ғана назар аударғам. Үстімде ауруханадағы ақ желбегейім, аяғым жалаң аяқ. Жағымды сипасам сақалым өсіп кеткен екен. Алақаныма инедей қадалды. Басымды ұстап көріп едім, шашым да қауғадай. Көзім де қанталап кеткен шығар. Қаным көтерілгенде көздегі тамырларым жарылып, жаралы қасқырдың көзіндей болып кететіні болушы еді, деген ой келді. Маңайымда тырс еткен тірі жан жоқ. Бір кезде алдымнан құйрығына қалбыр байлаған ала мысық пайда бола кетті. Алдыңғы артқы екі аяғынан тік тұрып, құдды адам құсап маған мөлие қарайды. Оның мына түрін қызық көріп тесілген күйі тізерлеп отыра қалдым. Жанарын жанарыма қадап тұр пәлекетің. Шошына қалып, сен қайдан жүрген жан иесісің? Дедім. Мен баяғыда өзің құйрығыма қаңылтыр қалбыр байлап, оған жанармай шыланған шүректі тығындап, от қойып өлтірген ала мысықпын, деді кәдімгідей тіл қатып. Қой, ол сұмдықты ойлап тапқан арғы көшедегі Қадыр деген әпербақан еді ғой, дедім ұялғанымнан күмілжіп. Ойлап тапқан ол болса, сол сұмдықты мына қолыңмен жасаған сен болатынсың. Бармақтай кезіңнен істемеген бәлең жоқ. Құйрығыма байлаған қалбырды өртінен қашып өпкем күйіп жүріп өлдім. Менің қарғысым, балаларымның обалы сені жібермеді. Суыр біткеннің ініне су құйып, балаларын тұншықтырдың. Иттерді төбелестіріп, қораздарды таластырып, қан жоса етіп өлтіретінсің. Үш ашамен торғайларды қанша қырдың. Ер жете келе аңға шығып қырдағы қоян мен қырғауылға жаудай тидің. Түлкі мен қасқырдың қанын судай шаштың. Солардың бәрінің артында әлі жетілмеген күшіктері қалғанын ескермедің. Хайуан болса да оларды бір жаратушы жаратты. Сен обал сауапқа қарамадың деп
Ала мысығым тоқтар емес. Құдай-ау, о заманда бұ заман мысықтың адамды тергегенін кім көріпті? Мысықтың алдында мүсәпір болып отырғаныма намысым келіп. Әй ала мысық, хайуан өлтірген жалғыз мен бе екенмін? Еркек болған соң қолыма мылтық алып аңға шықтым. Ел қатарлы аң ауладым. Оның не серсі екен? Деп ақтала бастадым. Ел аң ауласа шамалап аулайды. Сен қырып салатынсың. Хайуанның еркек ұрғашысына, емшегінен аққан сүтінің обалына қарамай сұлататынсың. Атылған хайуандардың аштан өлген балаларының да обалы сенің мойныңда кетті. Содан бір перзентке зар болып жүрсің мынау, артыңда ұрпақ та қалмады деп мысығым жер-жебірме жетіп барады. Шыдамай атып тұрдым. Менен шошынған ала мысық құйрығына байланған қалбыры қаңғырлап безе жөнелді. Оңбаған, жан-жарамды тырнап кеткенін қарашы. Шындық қашанда ащы ғой, бір перзентке зар болып жүргенім өтірік пе? Апамда, жалғызыма келгенде неге тарындың, Аллам? Сормаңдай балама бір шекі өкпеңді қисаңшы деп еңірегенде етегі толатын. Ешқайсымызда соның арғы себебін, түп төркінін қазбалап көрмеппіз. Мына ала мысық менің көк түйнек кезімнен хайуанат атаулының қанын судай шашып, тұқымын тұздай құртатынын өтеуіне өзім тұқымсыз қалғанымды бетіме шыжғырып басып кетті. Енді ол қатемді қанша зар елесем де жөнде алмаймын. Анам сорлы жылай да жылай көзінің ұрық айтты. Пұшпағы қанамаса да қыздай алған жарым ғой, әйелім қара жамылып жалғыз отырған шығар. Жаным құлазып, басым ауған жаққа тарта жөнелдім. Жол ұзап барады. Алдында жер басып жүргенде едім, бір кезде байқасам көкте жүрмін. Айдын шалқар көлдің үстінен ұшып өттім. Төменде ағаштарының басы аспанмен таласқан жайқалған бақ көрінді. Қайтадан жерге түсіп, жасыл қыратқа келдім. Бақтың ортасында алаңқай бар екен. Оның маңайындағы түрлі түсті гүлдерден көз тынады. Әлгі жердің хош иісі қандай, қатарлап бірнеше сәкі қойылыпты. Біріне барып аз кем демалайын деп жақындадым. Мен сияқты ақ кебін киген біреу ары қарап отыр. Ала мысықтан басқа тірі жан көрмей, ішім пысқан мен оның сырт жағына жақындадым. Желкесінің күжейгені, тақырлап алған бас құйқасының қатпары мен құлағының бас терісіне жабыса біткені, о тоба, 20 жыл бұрын жол апатынан қаза болған әкемді есіме түсірді. Сәкіге жақындаған сайын ет жүрегім елжіреп барады. Не болса да жанына барайын, кім болса да тілдесейін деп шештім. Сол сәт дүниенің қорлығы мынандай ғажайып өлкеде тірі жанды кездестірмеу екен деген ой да жылт етіп үлгерген. Сөйтіп мысық табандап сәкіні айналып алдынан шығып ана кісіге көз тастаймын дегенше тіл аузым байланып қаттым да қалдым. Әкем, ол да маған аласы мол жанарын тіккен. Сол, кәдімгі өзімнің туған әкем. Мен Талғардағы ауыл шаруашылық техникумын бітіріп, одан үйленіп, енді қатарымның алдына түстім бе дегенде, егін басында трактордан аударылып, астында қалып бақилық болған. Содан артымнан ерген қаздай тізілген 5 қарындасым мен анамның жауапкершілігін мойныма алып қала бергем. Мына отырысында сол қалпы, түк өзгермеген. Сүйекке түскендер басы шынжыр табанның астында қалып түрінен түк қалмапты. Бала шағаға көрсетпеңдер, шошып қалар деген соң, біз байғұс әкемді соңғы рет көре алмадық. Содан 1 жеті бұрын жер жыртуға кеткен әкемізден осылай көз жазып қалған едік. Алда қайран әкем, мына отырысыңда сап-сау, басы да бүтін. Мен жақындағанда орнынан көтеріліп, «Сәрсен, сен мұнда қандай жел айдап келді?» деді салғаннан. Түрі түтіңкіреп тұр. Баяғыда жақтырмағанда осылай қарайтын. Амандасарымды, не сұраққа жауап берерімді білмей сасып қалдым. Кім білсін, есімді жисам, осы жақта жүрмін ғой дедім, бір кезде тілім шығып. Ақталғаным ба білмеймін. Әй балам-ай, өмірі асығып, бастаған тірлігіңді соңына жеткізбей жүретін ұшқалақтығың бар еді. Бұл жолы да сол кейіпіңе келіпсің, деп налып орнынан тұрып кетті. Ассалаумағалейкум көке, деп қос қолымды ұсынып едім, естімегендей мән бермеді. Әкем басын шайқап,
орнына қайта отырды. Неге жазып қойғаныңды түсінбей, басым қатып жанына жайғастым. Әй, дәлдүрішім-ай, қайтейін сені. Атқаратын қанша шаруаң бар, бәрі қалды артыңда. Ең болмаса тұқым тастап барып келмедің бе, деп дәл баяғыдай қазан басын шайқап тұр. Келініңіз бала таппаса қайтем, дедім жер шұқып. Бала таппаса бала табатын қатын неге алмайсың? Сенімен қатар ана Өтелбайдың баласы 3 әйелінің әрқайсынан 3-4 баладан топырлатып жатыр ғой. Қызметтен қуатын баяғы Совет үкіметі жоқ, шариғат жолымен некеңді қидыр да ала бер. Асырайтын өзің, 5 баланы баға алмасаң, неғып шалбар киіп жүрсің? Енді тұрсың мынау тұқымды тұздай құртып. Қайт кейін. Алдымен менің айтқандарымды құлағыңа құйып, саныңа тоқып ал. Отыр мұнда, деп сәл жылжып жанынан орын нұсқады. Жазған құлда жазық бар ма? Әкемнің жанына тіземді түйістіре жайғастым. Бірде, деп күректей алақанын жайып, ондағы таяқтай саусақтарын бас бармағын бүкті. Бір, деп мен де оның жасаған қайталап бетіне қарадым. Балам, менің әкем тұсау тауып алсам, тұсауым шығады деп қорқып, біреудің заты тұрмақ, жерде көлденең жатқан ала жіпті аттамайтын. Сенікі емес пе, алма, деп маған да алдырмайтын. Мен саған дұрыс тәрбие бере алмадым ба? Мына сен жерде ен жатқан дүниені алмақ тұрмақ біреудің маңдай термен тапқан ақ адал нанын тартып алатын болып жүрсің. Қайдан пайда табам дегеннен басқа ойың жоқ. Аспандағыны алмап, жердегіні жалмап келесің. Мен айтпасам кім айтады саған? Қазір сенің замандастарыңда дүние жинаудан бәсеке басталды. Ол дүние харам жолмен келіп жатыр ма, әлде адал жолмен жиналып жатыр ма? Жұмыстарың жоқ. Рекет болдыңдар, рейдер болдыңдар. Әйтеуір жалмап жатсыңдар. Қарғыстан да, обалдан да қорықпайсыңдар. Соның жолында жүріп, міне, осы халге түстің. Миыңа қан құйылғанша қаралмадың. Сол дүниені қалдыратын артыңда ұрпақ жоғында ойламадың. Қалды бәрі, қарындастарыңның күйеулеріне жем болып, деп қарасынан аласы көп көзімен тесіп жеп барады. Айтқанының жаны бар, ұяттан жердің тесігін табалар емеспін. Енді олай жасамаймын, дедім бала кезімдегі бір тентектік істеп қойғанда кешірім сұрайтын әдетіммен. Иә, жасамайсың, өліп жатсаң қалай жасайсың, деп зекіп жіберді. Екінші, деп таяқтай болған сұқ саусағын бүкті. Мен де өз сұқ саусағымды бүгіп бетіне қарадым. Табысыңның оннан бірін садақаға беруді ұмытпа. Садақаны сауыңда бер дегенді есіңнен шығардың. Намазға жығылмасаң да, жұма сайын тобырға еріп, мешітке жұма намазға барып жүргеніңмен, молданың уағызы бір құлағыңнан кіріп, екіншігіңнен ағып кетеді. Әйтпесе имамдар айтудай-ақ айтып жүр ғой. Ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отырған жап-жақсы наубақанаң бар, табысың да тәп-тәуір, пайдасын қалтаңа баса бермей, жетісіне бір рет жұма күні тұрақты сатып алушыларыңа тегін нан тарат. Қалған 6 күнде олар басқа жаққа бармай, ақшасын саған береді, деді. Әке, өзіңіз күшті менеджер екенсіз ғой, деп қойдым. Әй, сен күлкіге айландырмай тыңдасаңшы, деді әкем әзілімді онша жақтырмай. Сол кезде бір саясында отырған жаңғақ ағашынан бір жеміс жерге топ ете түсті. Мұнда да жаңғақ бар екен-ау, деп еңкейіп алып едім әкем. Қой, бұл жерден дәм ауыз тиме, жер бетінде шаруаң көп, деп қолымдағы жаңғақты қағып тастады. Енді 3-те, деп әкем әңгімесін жалғастыратын ыңғай танытып, ортан терегін бүкті. Көңілін жықпайын деп мен де 3-ші саусағымды бүгіп қойдым. 3. Әкем әр сөзін шегедей қадап былай деді. Анаңды Меккеге апар. Анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да, ақ сүтін ақтай алмайсың деген бар. Қазіргі кезде арқалап апармайсың, тез жеткізетін ұшақ бар. Анаңның ақ сүтін өтерсің, өтемессің, әйтеуір шешеңді апарып қайтсаңшы. Жақсылықты алдымен анаңа жаса дейді ғой. Барғанда қағбаның маңдайына тағы бір рәсімдерін жасағанда, жетелеп жүрсең, соны арқалағаным деп есепте.
деп маған анамды тапсырып тұрып дауысы сағыныштан болар сәл дірілдеңкіреп шықты. Мақұл көке, деп бұл өтінішін шын ниетімен қабылдадым. Достың алдындағы парыз дегенді де ұмытпа, досқа адал бол. Соған байланысты бір тәмсіл айтайын, деді де жылжып жақындай отырып, екі қолымды жып-жылы қос уысына салып, жанарынан ерекше бір мейірім төге қарады да әңгімесін сабақтады. Бұл дүниеге келгенде жаратушының алдында жауап беретімізді естіген шығарсың, деп алды да менен жауап күтпей жалғастыра берді. Сөйтіп, жаратушының алдында жауапталған соң жәннатқа жөнелтілетін екі дос өздерінің үшінші серігінен хабарсыз болып тамұққа түсіп қалды ма деп қатты алаңдапты. Содан жаратқан неге келіп, осылай да осылай жан досымыздан көз жазып қалдық. Ол мұсылмандықтың 5 парызын адал атқарып жүрген досқа адал жан еді. Соны бізбен бірге жәннатқа жіберсеңіз болар еді деп куәлік беріп өтініш жасапты. Жаратқан иенің пенделеріне деген махаббаты сондай, жамағат айтса сөзін жерге тастамайды екен, ал ата-анасы айтса қабылданбайтын көрінеді. Сөйтіп сол достарын жәннатқа алдырыпты. Қандай жағдайда да қолдайтын сондай адал достарың болсын. Байқауымша сенде ондай дос жоқтың қасы, деп айтқаным шындық па? Дегендей жүзіме барлай қарады. Мен не дейін? Сөзі дәл келіп тұрса. Үндемей жер тесіп отырмын. Әкем терең бір күрсініп алып, аманатын ары қарай айта бастады. Егер соңғысы тұқым жалғауды ұмытпа. Оның жолын мен үйретпеспін. Нәпсінің құлы болуыңды тоқтат. Ал мен енді ана тауда асып өз мекеніме кетемін. Сен фәниге қайт. О дүниеде бітпеген істеріңді бітір, деп әңгімесін зілмен аяқтап, сәкіден көтерілді. Таудың ар жағында не бар, көке? Деймін әуестігім ұстап. Онда бақи бар. Ол дүние бірнеше қабаттан тұрады. Мен соның жоғарғы қабатындамын. Көке, адам өлгенде мүңкір-нүңкір деген періштелер сұрауға алады деуші еді. Мен әлі сұраған жоқ қой, деп едім әкем. Оны қайтесің? Әлі көрге түспедің. Көресіңді көрмей көрге түспейсің деген осы. Амал дәптерің әлі жабылмаған соң періштелер сұраққа ала алмайды. Қиямет қайымда барша жан сотталып, күнәсі көптер тозаққа тасталады. Күнәсіздер жұмаққа барады екен. Бар енді, жолың ұзақ, деді әкетайым маған қимастықпен көз тастап. Енді қашан кездесеміз? Деп мен де қия алмай тұрмын. Мұнда адамдар қартаймай ма? Әкем әлі 40-та қалпында. Тіпті менен жас көрінеді екен. Ауылдағы оның құрдастары шал болып таяқ ұстап жүр. Енді кездеспеспіз. Таңдам шахар күні болмаса, деді де әкем көзден ғайып болды. Кәдімгі ауаға сіңгендей әп-сәтте жоғалды. Түс көргендей болдым да қала бердім. Тұрған орнынан кері бұрыла бергенім сол еді, тағы да жарқыраған нұрға еніп кеттім. Көз алдымнан ес білгелі бергі өмірім кинодан көргендей өтіп жатты. Бір кезде жалт етіп бір елес өтті. Мезетте өтсе де тани кеттім. Талапжан. Құлын тайдай тебісіп өскен достарымның бірі. 25-ке аяқ басқанша отау құрмай жын болған кезіміз. Алас ұрып, екі иығымызды жұлып жеп жүргенде осы Талапжанның ажалына себепкер болатынмын. Елесін көргенде қорқыныштан жүрегім тоқтап қала жаздады. Қазір жанына жетіп келіп, мені Рысқали екеуің өлтіргенсіңдер деп жағамнан алса қайтем? Онсыз да кей кездері есіме түсіп кетсе, жан дүнием құлазып, қолым қанға былғанбаса да, жаным қанға бөгіп қалғандай алас ұратын болатынмын. Бағанағы әкеме деген сағыныштан жұрнақта қалмай, жүрегім аузыма тығылып, досыммен кездесіп қалуға жүзім шыдамай, бұл арадан қаша жөнелдім. Шындығында ұша жөнелдім. Бұл оқиға былай болған еді. Ел бір жүйеден екіншісіге ауысып, сеңдей соғылысып жатқан уақыт болатын. Бір жағынан еліміз отарлық қамытынан босады деп қуанамыз, бір жағынан аш құрсақ қиын кезең еді. Әл қуатымыз нашар, тұрмыс жағдайы кемсе, ұры-қары көбейетіні белгілі емес пе? Бір-бірінің қолында барын тартып алып, бермесін ұрлап, реті келсе алдап әкетіп жатқан кез. Бізде өлейік пе? Ауылда не жұмыс жоқ, не көлденең табыс жоқ.
жүрген соқталдай 3 жігіт мен, Рысқали және Талапжан мал ұрлығына кірістік. Барымташылардың қалдығы деген топ құрдық. Мал деген қазақтың күнкөрісі, мал ашуы, жан ашуы деген атадан қалған сөз бар. Ұрлық жасағанды аясын ба, қолға түссек, өлгенше таяқ та жеп жүрдік. Өз аулымызға сыр алдырсақ оңбаспыз, елден бездіріп жіберер деп сақтанып, көрші ауылдарды аңдып, қолға түскен малын жасырып сойып, базарға шығарып жүрдік. Өзіміз сатпаймыз, арзанға өткізіп кетеміз. Сөйтіп жүрген бір жорықта пәлеге тап болдық. Таудың етегіндегі алыстау Дардамты деген ауыл бар еді. Сол бағытты көздеп біраз күндік жоспар құрдық. Жылқы ұстайтын бір ақсақал ауылдан шетте отыратынын естігенбіз. Үшеуміз жаяу барып, 3 жылқыны қорадан шығарып алып, жайдақ мініп қашуды ойластырғанбыз. Ақсақалдың үй іші шырт ұйқыда дедік өзімізше. Сөйтсек олар түн жарымға дейін теледидар көреді екен. Үндінің сабынды сериалын көріп, ұзақ отырған әйелдер жағы кезекпен сыртқа дәретке шыққанын қызықтадық. Қызылкөз пәле шал да шығып, қора-қопысын айналып жүріп алды. Біздің діңкемізді құртып, барып, қақырынып, түкірініп, баспалдағынан көтеріліп, сыртқы есігінің ілгегін ішінен сыртылдатып салды-ау. Жатын бөлмесі болар, ұзақтан өшпей тұрған жарықта сөнді. Әбден ұйқыға кетсін деп тағы шыдап отырдық. Шөп қораның маңында. Мысық табандап, түн қараңғысында қораға кірдік. Үшеуміз 3 жылқыға шылбыр салып жетектеп шыға бергенде, «Ой, әкеңнің!» деп бізге боқтай ұмтылған үлкен кісі мен тағы бір сойыл ұстаған жастауын көре, жылқыны тастай салып үшеуміз 3 жаққа тырқырай қаштық. Әу баста қолға түссек бөліне қашуға келісіп қойғанбыз. Екеуі аттандай тап беріп бізді біраз жерге қуып салды. Талапжаннан көз жазып қалдық. Біз қуғынға түскенде ол да боқпантайлап қашып шыққан болар дегенбіз. Рысқали екеуміз ауылдың итін шулатып, аяғымызға тимей, сыртына өкпеміз күйіп шығып, бір-бірімізді тауып алдық. Таң қыла бергенде дәу-дарақты қалқалап, күздің суығында дірдектеген Талапжан келіп қалар деп күттік. Осылай тұрсақ, мал өргізуге шыққандардың көзіне түсерміз деп жыра-жыра сай-саймен өз ауылымызға қарай тарттық. Оған бірдеңе болды, әйтпесе бір жетер еді деп екеуміз үйге келіп жатып қалдық. Ертесіне апамның ойбайы мен әкемнің аузын толтырған боқтығынан ояндым. Бесін кезінде ауданнан милиция шығып, бізді ұстап алып кетті. Сонда білдік, Талапжан қораның маңындағы аранға түсіп кетіп ұсталыпты. Сорына қарай аран түбінде жатқан қазыққа қадалып, қабырғасы тесіліп жарақат алыпты. Ақсақал қансырап жатқан Талапжанды ауданға ауруханаға апарып, біздердің аты жөнімізді сұрап алып, аудандық милицияға арыз түсіріпті. Сол жарақаттан Талапжан досымыз оңалмады. Белінен керелеңдеп жүретін болды. Досымыздың мүгедек болып қалғанына өзіміз кінәлі сияқты ішімізден тынып жүрдік. Қашанғы сандалайық, үшеуміз де ауылдағы көз салып жүрген қыздарға үйлендік. Талапжанның сағирасы мүгедек жігітке тегісі келмей қиқаңдап еді. Рысқали екеуміз артына түсіп, жанын қоймай жүріп, досымызға қостық. Сөйтіп күнәмізден сәл де болса жеңілденгендей болдық. Келер жылы Рысқали мен Талапжан перзент сүйді. Мен келіншегімді алып қалаға тарттым. Бір күні Рысқали хабарласты. Талапжан баяғы мертіккеннен бойы тіктей алмай жатып қалған екен. Омыртқасы шіріп, обырға айналып кетіпті. Көңілі сұрап, шама келгенше көмек беріп қайтайық деді. Әйелдерімізді безілдетіп, тығып отырған қаржыны қалтаға басып, ауылға келдік. Келгеніміз бар болсын, шешесі, жалғызымды осы күйге түсірген екеуің деп, иттерімізді басымызға қаптап, қарғап сілеп дарбазасының алдынан қуып шықты. Досымызды көре алмай, көрші қоланға мазақ болып сүмірейіп, өз қара шаңырақтарымызға барып қондық. Ертесіне кездесіп, жеңгемізге айтып, Талапжанның келіншегі Сағираны шақыртып алып, қолымыздағы барды бердік. Жаратылысы момындау жан еді. Орамалын тістеп, жылай береді. Өзі аузы мұрнынан шығып кеткен босанайын деп жүр екен. Өгіздей денсаулығы бар, менде 5 жыл болды.
қатына әлі бір бала таптыра алмай жүрмін. Керелеңдеп жүріп қайтып алды-артынан бала жасап жүреймін-ау деп ішімнен қызғаныштың қызыл иті үріп қоя берді. Пендешілік дегенді қойсаңшы, жаныммен алысып жатқанда досыма Күлайдың берген қос перзентін қызғанып қалаға қайттым. Көп ұзамай Талапжан өмірден өтіпті деген суыт хабар жетті. 2 сайғыраш жесір атанды. 2 баласы ес кірмей жетім қалды. 20-дан енді асқан сайғыраш жесір атанды. Жалғыз ұлдан айрылған кемпір шал естуімше дүниеден өткенше Рысқали екеумізді қарғап өтіпті. 7 атаға жететін қарғыс қойсын ба, менің қатынымның пұшпағы қанамады. Арасында өзімді тексертіп көрейін деп қызға да, есік көрген қатынға да бардым. Қанша үміттенсем де, олардың ешқайсысы мынау сенің балаң еді деп қуантпады. Рысқалидың қыздары сау болып туылды да, жалғыз ұлы Даун деген сұмдық аурумен дүниеге келді. Қатынымды бала таппадым деп қуып жіберейін десем, басқа қатындарға бала тапқызып жарытқан жоқпын. Сонымен пұшайман болып жүредім ғой, о дүниеге аттанғанша. Жалғасы бар.